Сәлем, құрметті оқырман. Мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» кітабынан үзінді оқып бермекшімін. Түнек бұлт бүркеніп жатқан ай сияқты жаңа ғана жарқырап тұрып, шілтері тұтқаны Рысқұловтың жүрегін жырымдап жібергендей болды. Бірақ аялдауға мұрша жоқ еді. Бұл сағынышты адамның сүйкімді сүйрік саусақтарын сипалап тұрғанда ту сыртында алай-дүлей айқас басталып кетіпті. Рысқұлов мәрмәр баспалдақтан секіре түсіп бара жатып, адресін де сұрап алмадым-ау деп қынжылды. Осы Ташкентте тұра ма, әлде Алматыдан келді ме? Мені неге іздеген? Шынында ұмытпаған ба? Іле-шала тағы бір ой. Станция басына қалай жетеміз? Қалай топтасамыз? Қару қайда? Атаңа нәлет, Осипов. Қарудың бәрі сонда деп келіп килікті. Лезде қап Наташаға бір ауыз жылы сөз айта алмадым-ау. Ол кіріп келгенде тым сіресіп, сызданып қалғаным несі-ай, ұят-ай, деді Іле-шала. Сағидолла мен Низамеддин ескі Ташкент қауымын көтерсе, станциядан жұмысшыларды көтерсек, атаңа нәлет, Осипов, ойқастарсың әлі, деп кіжінді. Лезде жаңағы Наташа қанған оққа кесікпесе не қылсын? Маған қатты ренжіп қалды-ау. Жөндеп қоштаса да алмай шықтым-ау. Іле-шала, Түрксит қоршауда қалса, қалай бұзып шығамыз? Қоршамай тұрғанда үлгірсек. Тұрсынходжаев ескі шаһарға жетті ме екен? Низамеддин Ходжаевты тапты ма екен? Ай, сондағы Кушекиннің Низамеддинге шұқшығаны, ай, сенбеді-ау, сенбеді. Ал сенген Осипов не істеді? Жау жоқ деме, жар астында, бүрі жоқ деме, бүрік астында. Ай, данышпан халқым-ай, сенің табаныңа кірген тиген, менің маңдайымнан шөңге суырылар күн қайда? Атаңа нәлет, Осипов. Қазақ-қырғыз ашықса ашыға берсін, бір тиын қаржы бөлінбесін, қару-жараққа жұмсалсын деп еді-ау. Рысқұлов қып-қызыл оттың ішіне кетіп бара жатты. Казарма биік дуалмен қоршалған. Жалғыз казарма ғана емес, жалпы Ташкенттің көп үйлерін дуал қамап тұрады. Тұтас көшелер, толайым махаллалар биік дуалдан пәрәнжі жамылған сияқты. Өзге дүниеде өзін қорғалап, жан-жақынан тұйықтап, қорасын бекітіп отыруға қадим замандардан бері талай-талай тайпалар үйреткен болар. Түркістанның қалалары түгел дерлік дуалмен қымтаулы келер еді. Тіпті жеке жарым үйлер, көшелер тұрмақ қала түгел биік қорғанның ішінде тұрған заман болған. Соның бәрі Ташкент қой. Бірақ Ташкент тас қамалмен қанша қымталғанмен, Шырнай Паша, генерал Черняевский зеңбіректерінен түк те төтеп бере алмай, қаңқалары шалқалай түсіп, ашылып-шашылып жүре бересің. Казарма губернаторлар дәуірінде күйген қызыл кірпіштен мықтап салынған биік дуалдың құндағында еді. Соғыс комиссары Осиповтың қырауындағы Ташкент гарнизоны осы казармаға орналасқан. Январь айының қысқа күні күңгірт тартқанда комиссар Осипов Түркістан басшыларының орнынан табылғандарын түгел казармаға табылдата шақырады. Ойбай, жау келіп қалды, ақылдасайық, әскер дайындығын көзбен көріңіздер, жауынгерлерге
сәт сапар тілеп жігер беріңіздер деп сендіреді. Түркістанды жау қоршап тұрғаны рас, оны дұшпанның қорғағаннан артық қандай парыз бар. Комиссарлар шұғыл шаруаларын тастай салып ұрып казармаға жетеді де екі омырауында екі қызыл жұлдызы бар жасыл қақпа екі жаққа алшайып ашыла бергенде алғаш кірген күйменің ішінде Вотинцев пен Фигельский бар еді. Жол рәсімімен күймеден бірінші болып Вотинцев түсті. Әуелі Алагеум ауланың ішін барлады. Оның ойынша плац алаңға қазір әскерлер тізіліп тұруы керек еді. Соғысқа аттануға сақадай сай тұру керек еді. Вотинцев сол строй алдында сөз сөйлемек болған. Айтар сөзін жол-жөнекей асығыс жұптап келе жатқан қызыл-қырандар деп бастамақшы еді. Советтік Түркістанның басына қауіп төнді, қара бұлт үйірілді. Сол бұлтты түріп тастап, жарқыраған күннің көзін ашитын сендерсіңдер. Қатерлі қорқауларды аяусыз соғыңдар. Жеңіс жолында, пролетариат ісі жолында қасық қан аямаңдар. Совет үкіметінің Түркістандағы туы сендердің қолдарыңда. Сол туды жығып алмаңдар. Сәт сапар. Республика президенті осылай демекші еді, бірақ сап түзеген қырандар көрінбейді. Тұнжыр тұтқыш 2-3 адам үн-түнсіз келді де келеңсіз қылып көрсетіп, мұның екі қолын лезде артына қайырып кісен салып тастады. Қалтасындағы қаруын суырып алды. Ауланың арғы түкпіріне ала жөнелді. Ауыз ашып, ау, бұлар не деуге мұрша келтірген жоқ. Фигельский де Вотинцевтің кебін киді. Бұдан соң бірінен кейін бірі тағы да 12 комиссар келеді. Бәрі де қызыл жұлдызды жасыл қақпадан өтеді. Ешқайсысы да соңғы қақпа екенін сезбейді. Қылышын алыстан қарайған қас дұшпанның қасындағы опасыз жаман. Жау жоқ деме жар астында, бөрі жоқ деме бөрік астында. Қайран Қазекем. Ауланың арғы түкпірінде ұзынан ұзақ бастырма бар. Ар жағы тас қабырға, бер жағы бастырма. Ұстап тұрған қатар-қатар бөрене тіреулер. Қараңғыда Римнің салтанатты сарайларының мәрмәр колонналарындай сәнді көрінеді. Бірақ жақындай берсең тезек сасиды. Тас қабырғаны жағалай ат тақыр болатын бұл гарнизонның ат қорасы еді. Ат қораның тұйық түкпірінде арқаларын тас қабырғаға жапсырған 14 комиссар тізіліп тұр. Вотинцев жотасымен қабырғаны итеріп көрді. Жауырынында үшкір тас қадалды. Жотамен itергенде қабырға құламас. Тастуал қазір Осиповтай қатал қатыгез. Опас сатқын Осипов, енді не күтіп тұрсың? Істер сойқаныңды істемейсің бе? Деп айқай салды 14-тің ішінен біреуі. Күтірлетіп керуен жоңышқа жеп тұрған аттар ащы айқайдан осқырынып, бастарын тақырдан көтеріп алды. Асықпа, Фоменко, деді сидан бойлы сұлу сымбатты Осипов, екі қолын артына ұстап ара-бері аршындай түсті. Қайда асығасың? Бәрібір кешіктің. ЧК, сені ЧК-ға бастық етіп қойған қайран Совет үкіметі. Көрдіңдер ғой, Совет үкіметінің қолында қопал екенін. Енді басқа үкімет, нағыз үкімет болады, бірақ оны сендер көре алмайсыңдар. Приходько, қайда қалғандары? Қашанғы күтеміз? Деп Осипов бағанаға ілулі
фонарь жарығына қолын созып сағатына қарады. Рысқұлов пен Тұрсынходжаев тағы әлгі кім еді? Низам Ходжаев келмей жатыр. Рысқұлов дегенде азық-түлік комиссары Першин еңсесін көтеріп қозғалақтап қалды. Қартаң тарта бастаған ақ самайлы комиссардың құлағына ызыңдап алыстан талып: «Алло, алло, Әулие-Атадан сөйлеп тұрған большевик Рысқұлов уақытша үкімет Ташкент телеграф қатынасын үзіп тастады. Темір жол телеграфы әрең жалғап тұрмын. Ташкентте не болып жатыр? Бейхабармыз, қандай бақыт бересіңдер? Мен Рысқұлов». Сонда осы Першин жолдас Рысқұлов: «Ташкентте уақытша үкімет құлады, совет үкіметі орнады, Әулие-Атада да үкімет өз қолдарыңызға аласыздар» деп еді. Демек Рысқұлов та Осипов қазған орға құламақшы екен ғой. Аштықпен күрес комиссары Рысқұлов қызмет бабымен әсіресе Першинмен көп ұшырасар еді. Азық-түлік комиссары Першиннің қамбасы астыққа сіресіп тұрмаған. Қамба тақыр, азық-түлік тақыл-тұқыл. Рысқұлов өзі аштан үзіліп бара жатқандай, кейде қаһарланып, кейде жыларман болып, тақыл-тұқыл тамақтың өзін зорлап тартып алғандай болып, аштардың құлқынына салатын Першиннің есіне енді түсе берді. Түркцит мәжілісінде соғыс комиссары Осипов Першинді айыптады. Әскерге керек азықты Рысқұловқа бересің деп. Сонда Рысқұлов Першинді қорғап Осиповтың аузына құм құйған. Оны әрине Осипов кешіре қоймайды. «Приходько, Рысқұлов қайда? Қашанғы күтеміз?» Осиповтың көзі ақшаң ете қалды. «Келмей жатыр, иттің баласы. Сол-ақ екен, менің шеңгелімнен шығып кете береді. 16 жылы меркеде атылайын деп тұрған жерінен бір құтылып кетіп еді. Орайы келген бір сәті осы қазір еді. Қап!» «Жарар, комиссар Рысқұлов бәрібір енді құтылмас. Бүгін болмаса ертең Приходько баста». Приходько адъютант ұсынған қайыс қобдишада санап тұрып 15 патрон алды да 15-ші патронды қайтадан қобдишаға лақтырайын деп тұрып ойланып қалды. Әуеге лақтырып жіберіп, қақшып алып, мундирдің төс қалтасына салып түймелеп қойды. «Бұл ерекше патрон» деп езуін қисайтты. «Кімге?» деп ешкім сұрамаса да, «Рысқұлов үшін» деп қойды. 14 патронның алғашқы жетеуін қолақпандай маузердің өңешіне бірінен кейін бірін сүңгітті. Екінші маузерге қалған жетеуін салды. Ажал таянғанын сезген Вотинцев ақырғы сәтті ғайыптан бір көмек келердей алдағы қараң-құраң адамдардың басынан асыра мойнын созып қарады. Күрт-күрт жем жеп тұрған ереуіл әскери аттардан басқа ештеңе көрінбейді. Кенет Кушекин арамызда неге жоқ? Успенский қайда? деген ой сап ете қалды. Осипов оларды күтпейтін де сияқты. Осиповтың күтіп тұрғаны Рысқұлов, Тұрсынходжаев, Низам Ходжаев. Өздері жаңа солай деді. Кушекин Вотинцевтің орынбасары ғой. Әттен көмек алып жетіп келер ме еді? Ерекше бөлім бастығы Успенский бұл жағдайдан қалай хабарсыз? Неге жетпейді? Неге құтқармайды? Кенет Вотинцев Осиповтың тасасында сұр пальтонның жағасын көтеріп алған қашырдай қатқан адамды әлемге ұқсатты. Әскери киімде емес. Кім болды екен? Бұл кім, Құдай-ау? Әне, аузынан қап-қара сигар оты жарқырайды. «Стоп!» Вотинцевтің қабылдауында болған ағылшын елшісі Вейли Вовенвич мырза деп еді. Апырай-ай, сонда Рысқұлов осы Бейлиге сұмдық бір сөз айтып еді. Ашхабадтың ар жағында ағылшындарды Ташкенттен күтіп алуға келген жоқсыз ба? деп төтесінен қойып қалған еді. Бейли жалаңаяқ
шоқ басқандай шар-шар етіп Рысқұловтың сол күдігін сонда бірден ескерсе ғой Вотинцев. Тым болмаса бір жанашыр естір еді. Естір де Осиповтың кіммен байланысты екенін ел білер деп үміттеніп. «Вейли!» деп айқай салды. «Вейли!» Жағасы көтерулі сұр пальтонды, көзіне баса киген сұр шляпалы адамның қолында қара сигар жалп етіп жерге түсті де шоғы қырбың қарға быж етіп тиіп сөніп қалды. Артынша Приходьконың оң қолы селт көтеріліп, маузер үні гүрс етті. Бірінші комиссар бүк түсіп тізесі бүгіле берді. Құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, пікір жазып кетулеріңізді өтінемін. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.